Саламатсыздар құрметті көрермендер. Осы видеода фигуралардың аудандары талдайық. Бірінші фигура бізде тіктөртбұрыш болады. Тіктөртбұрыштың ауданын табу үшін ұзындығыны еніне көбейтеміз. Мысалы, ұзындығы бізде А болсын, ені бізде Б болсын. А көбейту Б. Әрине біз бұл формуланы бастауыш сыныптардан білеміз. Бірақ бұл формула бізде басқа фигураларды табу үшін основа сияқты болады. Керек болады осы формула бізде. Ал енді тікбұрышты үшбұрыштың ауданын табу үшін біз оны тіктөртбұрыш ретінде аламыз. Сонда мынау бізде ұзындығы, мынау бізде ені. Ұзындығы бізде 8 болсын, ені мысалы 4 болсын. Сонда біз 8-ді 4-ке көбейтеміз. Бірақ бізге толық тіктөртбұрыш керек емес, бізге тек оның жартысы керек. Сол үшін мынаны 2-ге бөлеміз. 8 4-ке көбейтсек бізде 32 шығады. 32-ні 2-ге бөлеміз, бізде шығады 16. Айтпақшы біз ұзындығы мен ені демейміз. Біз оларға катет деп айтамыз. Үшбұрыштың ауданын табайық. Ол үшін біз оған биіктік саламыз. Сосын мынау биіктік үшбұрышты 2 тікбұрышты үшбұрышқа бөледі. Сосын мынау үшбұрышты тіктөртбұрыш ретінде салайық. Мен жасыл салайын. Ал енді мұқият қарасақ, мынау үшбұрыш бізде тіктөртбұрыштың жартысы ретінде болады. Сол үшін бізде формуласы тікбұрыштың үшбұрышқа ұқсас болады. Яғни А көбейту Б бөлінген 2. Ал енді мынау биіктік бізде аталады. Мынау бізде үшбұрыштың негізі болады. Мысалы, үшбұрыштың негізі 10 болсын, биіктігі 6 болсын. Сонда біз 6-ны 10-ға көбейтіп 2-ге бөлеміз, бізде шығады жауабы 30. Параллелограммның ауданға көшейік. Мысалы, біз параллелограммды 2 үшбұрышқа бөле аламыз. Сонда мынау 2 үшбұрыштың ауданы өзара бірдей болады. Немесе толық параллелограмм керек болса, біз биікті анықтап, биікті негізіне көбейте аламыз. Мысалы, негізі бізде 7 болсын, биіктігі бізде 4 болсын. Сонда 7-ні 4-ке көбейтіп, бізде шығады 28. Сонда жалпы параллелограммның ауданы 28 болады. Ал енді трапецияның ауданға көшейік. Бізде трапецияның аудан табу үшін бір формуласы бар, бірақ оны қалай шығару әдісін көрсетемін. Мысалы, мынау трапецияны 2 үшбұрышқа бөлемін. Сонда мынау 2 үшбұрыштың негіздері әртүрлі болады. Мынаны А ретінде жазайын, мынау үшбұрыштың негізі Б ретінде жазайын. Бірақ олардың биіктіктері бірдей болады. Биіктігі бізде H болсын. Сонда мынау үшбұрыштың ауданын табу үшін А-ны H-ға көбейтеміз, сосын оны 2-ге бөлеміз. Мысалы, мынау бірінші аудан болсын. S1, S2. S2-ні солайда табамыз. Бірақ А-ның орнына H жазамыз. Енді жалпы ауданын табу үшін осы 2 формуланы қосамыз. Бізде шығады А көбейту H қосу Б көбейту H бөлінген 2. H-ты жақшаның сыртынан шығара аламыз. Сосын мынаны H-ты осылай сыртына шығара аламыз. Сонда бізде ауданы шығады трапецияның. Ал енді соңғы бізде ромб. Мысалы, ромбқа қарасақ, негізі бұл бізде параллелограмм болады ғой. Сол үшін ромбтың ауданы параллелограмм формуламен шығара аламыз. Мынау бізде биіктігі, ал мынау бізде параллелограммның негізі А көбейту H болады. Бірақ басқа формуланы шығару үшін біз ромбтың диагональдарын салайық. Міне бізде
мында диагональ, бұл бізде D1 болсын. Ал мынау диагональ бізде D2 болсын. Енді мынау ромбты тіктөрбұрыш ретінде салайық. Мен мысалы осылай салсам, тіктөрбұрыштың аудан табу үшін біз ұзындығыны еніне көбейтеміз. Бірақ мұқият қарасақ, ромб бізде тіктөрбұрыштың жартысы болады. Сол үшін оны 2-ге бөлеміз. Сосын мұнда АБ жазбаймыз, мұнда жазамыз D1 бірінші диагональ, сосын екінші диагональ. Міне бізде формуласы шығады. Осы видеоны көрген үшін рахмет. Сізге қатты ризамын. Пайданы тигізді деп ойлаймын. Ал енді сау болыңыз.